Барлықтарыңызға қайырлы күн тіледім. Бүгін сіздермен дәл осындай тоңазытқышта сақталатын тамақ дайындайтын боламыз. Алдымен біз қызанақтарымызды жуып тазалап аламыз. Одан кейін барлығын ет тартқыштан өткізетін боламыз. Мен мұнда болгар бұрышын қостым. Егер жоқ болып жатса, қоспасаңыздар да болады. Барлығын осылай кезек-кезек ет тартқышқа салып араластырып аламыз. Одан кейін тұз саламыз. Араластырып, дәл осындай кекстің ыдысына құйып шығамыз. Силиконовый болса, ол тіптен жақсы, алғанға өте ыңғайлы. Міне, видеода көріп тұрғандарыңыздай салып шығасыздар. Және де аскөкті салып шықсаңыздар да болады. Ол міндетті емес негізінде. Тағамдарыңыз ерекше дәм беру үшін салсаңыздар болады. Және де осылай мұздатқышта бір күн тұрса жеткілікті. Осылай қатқан кезде біз барлығын осылай ыдыстан босатып алып шығамыз. Жаңа айттым ғой, силиконы кекстің ыдысы өте ыңғайлы деп. Міне, содан кейін барлығын арнайы пакетик немесе осындай кәдімгі пакетиктерге салып шығамыз. Бұлай өте ыңғайлы. Болғаннан кейін барлығын тоңазытқыштың бір бұрышына салып қоясыздар. Керек кезде алып тағамдарыңызға қосып, әсіресе қысты күні томат орнына қолдансаңыздар да болады. Тағамыңыздан свеж дәм шығып тұрады. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Сіздермен болған Анелия. Міндетті түрде тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыз. Алда әлі қаншама рецепттер болады. Қош сау болыңыздар.